Сәлем достар, Ақтәте YouTube арнасының қымбатты да қадірменді көрермендері. Егер де біздің арнамызға әлі де тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тезірек тіркеліп алыңыз. Себебі біз сіздерге өте қызықты видеолар түсіріп жатырмыз. Пайдалы кеңестермен бөлісеміз, балаларға қызықты видеолар түсіретін боламыз. Қазір де бір қызықты видеомен бөліскім келіп тұр. Мына бананның барлығы не үшін, мына пакеттер не үшін десеңіздер, мен 4-ші бөпем босанғаннан кейін нормально қалыпқа келгем. Осы қыс ауасында үйде отырып балдарға пицца, нан пісіріп беріп, өзімде содан жеп отырып, біраз артық салмақ қосып алдым. Достар, өкінішті. Енді соны көктемге дейін салмақ тастау керек. Ол арықтау марафонын сатып алдым. Және мына банандар не үшін десеңіздер, бұлар менің 21 күнге арналған завтрагым болады. Бананнан қандай завтрак деп таңғалып жатсыздар ма? Бананнан кішкентай сол марафонның бір менюін айтып кетейін. Банан, 25 грамм овсяная каша и 150 грамм сүтті блендермен араластырып, смузи жасап таңғы асқа ішсеңіз, артық салмақ тастауға әсерін береді, өте жақсы әсер етеді. Бір жағынан бұл мен үшін уақытты үнемдеймін. Азан уақытта балдарым садикке жіберіп, біреуін анда, біреуін мұнда жіберіп айтқан кезде менде завтрактар ішілмей қалып кете береді. Ал мынау қазір маған өте оңай, жеңіл болады. Барлығын біртіндеп, бір бананды турап, бір пакетке салып, барлығын пакеттерге салып, морозилкаға салып қоямын. Сөйтем дағыны жылы сүтке блендермен араластырып, жаңағы овсяная кашамен араластырып, завтрак қылып ішіп аламын. Нәтижелерімді алдағы уақытта сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Біздің арнадан алыстамаңыздар, тіркеліп алыңыздар обязательно. Міне осылай жартысын турап қойдым, енді қазір жартысы алды. Міне дайын болған бананаларды морозилкаға салып қоямын. Тағы да әжем үйіне барады. Дұрыстап айтсай. Ал достар, біз қазір әжеміздің үйіне бара жатырмыз. Әжене манты істеп жатыр екен. Соған біз шақырды, тамақ ішіп кетіңдер деп. Біз қаржау сыртына құлттап кетейік, есіктен жүрші табайшы. Не істеу керек? Қай көше? Осы ана тұлпардың тұсында неге көшеге түсесің ғой? Біздің таксиміз келе жатыр. Сосын тіке жүреріз бе? Тұлпардың тұсына түсесің, анарада бая әдемі деген магазинше. Білем. Аларды отырғыз, бірінші аялан отырғыз. Бірінші аялан отырғыз, сосын таңғы көшті отырғыз. Осылай барамыз әжеміздің үйіне достар. Өстіп, ұлап, шулап, ұбырып-шұбырып жүр. Аяла өт болып тез. Аяла. Ол жылдамдап. Мыналар аттың үйреніп алған ғой таксиге. Автобусқа енді үйренеміз ба? Ой, автобусқа мінсе көшіреді ғой біздің аяланың таңғы көш. Таңғы көш әрғайын аяла деп. Біздің әжеміз тәуекелді, тәуекеле, сәукеле дейді. Ой, абайла қызым. Наконец-то келдік. Аяқтарын шешіндер. Шеш. Мен аяқ киім мына жаққа жинап жүрші апа. Сөйтіп. Келіп қалды. Мамам үйінде манты пісіп жатыр. Вкусняшка. Мамида?
Мандарин ашып бер деп тұрмағын. Қан мандарин. Ма, Айкаға айтып бар, ашып бер де. Жүр, Айка сен ашып бер де, мен тәуекелге сүт жылдайын деп жатырмын. Мен déjà tous чай жылағам. Ой, атасын үйінде тақат осылардікі. Жаным. Бізде, как обычно, Аллаға шүкір, таң атты, садикке дайындық. Ұйықтап жатыр. Екі қызды жайлап киіндіріп қойдым. Қазір такси келсе тез-тез үстеріне кигізем даже. Қайтадан қыс болып кеткенше даланың. Ойбай, көктем шығып кетті. Ойбай, көктем болып кетті деп жүр. Таватаси, маме, халте завакити. Акабасасаймыз я. Иә. Ей, жанымсың. Томикос. Саны ғой, қарсы. Ау. Аяла. Аяла. Ұстама қарды. Ке, бері тұр қызым. Кеше бермеш қарды, бері тұр. Анысы. Біз такси кетіп тұрмыз. Анау аяқта бір машина келе тұр, сол біздің таксиміз өтем. Құшық қандай. Мама. Мен құшақтап тұр. Мама.